Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғарыш айлақ. Мақсатымыз оқу түрлерін қолданамыз, шығармашылық жұмыс жасаймыз. Ал енді орынды айдарына кезек берейік. Төмендегі сөздерді пайдаланып, Байқоңыр сөзін сипатта. Қазақстан ғарыш айлағы, алғашқы жер, адамзат. Байқоңыр қаласы туралы не білесіңдер? Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Ғарыш айлақ 1955 жылы салынды. Байқоңыр ғарыш айлағының қасында қала мен ауыл орналасқан. 1957 жылы Байқоңырдан алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып барды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Біздің еліміздің атақты ғарышкерлері бар. Ең бірінші ғарышқа елімізден Тоқтар Әубәкіров ұшты. Ал енді балалар, сол ғарыш туралы көрейік. Сен адамзаттың ғарышқа сапары ең алғаш қазақ жерінен басталғанын білесің бе? 1957 жылы 4 қазанда Қызылорда облысындағы Байқоңыр ғарыш айлағынан жердің тұңғыш жасанды серігі ұшырды. Сол жерден 1961 жылы 12 сәуірде ғарыш әлеміне ұшқан бірінші адам Юрий Гагарин болды. Арада 30 жыл өткен соң 1991 жылы тұңғыш рет қазақ ғарышкері, Кеңес одағының батыры Тоқтар Әубәкіров ғарышқа аттанды. Байқоңыр бүгінгі таңда әртүрлі елдердің ғылым және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері ұшырылатын халықаралық ғарыш айлағына айналды. Ал енді балалар, өлеңді оқымас бұрын өлеңнің авторымен танысып алайық. Сырбай Мәуленов, ақын, Қостанай облысы Жангелдин ауданында дүниеге келген. Ол соғыста өткен өзінің жастық шағы туралы «Мың қолдар сау болсын» деген өлеңінде «Мың гүлдер солмасын» деп, «Гүлдей жастық күнімді бердім» деп жырлайды. Ал балалар, сөздікпен жұмыс жасап көрейік. Ат күші дегеніміз бұл жерде зымыранның қуатын білдіреді. Байқоңыр бұрын қандай жер еді? Ақынның ғарыш дәуірі Байқоңырдан басталды деуінің сыры неде? Өлеңде зымыран қалай суреттелген? Ал балалар, кері байланыс жүргізейік. Барлығын түсіндім деген оқушылар бас бармағын көрсетсін. Енді түсініп келемін деген оқушылар бас бармағын көлбей қойсын. Мүлдем түсінбедім деген оқушылар төмен қаратсын. Осымен сабақ аяқталды.